Шілденің 20 күні сағат 23:00-де Екібастұз Солнечный бағыты бойынша Audi 80 автокөлігі жылқымен соқтығысқан. Темір тұлпарды тізгіндеген жүргізуші мен оның жанындағы тағы 3 жолаушы түрлі жарақаттарымен ауруханаға жеткізілген. Один пациент был. Жол-көлік оқиғасынан жапа шеккен бір науқас жансақтау бөліміне дереу жатқызылды. Себебі оның жағдайы өте ауыр болды. Бүгінгі күні жағдайы жақсарды. Қазір емін жалпы бөлімде алып жатыр. Жағдайы тұрақты. Екінші науқас жарақат бөліміне түсті. Жағдайы орташа. Тағы біреуі жүкті әйел. Болашақ ананың жағдайын тыңғылықты қадағалап, балаға және анасына ешқандай да зақым келмегендіктен үйіне жібердік. Ал жол-көлік оқиғасы болған көлікте отырған 4-ші жолаушы жабық бас миының жарақатын алған. Бірақ ол өз еркімен ем-дом шараларын алудан бас тартты. Қазіргі күнде полиция қызметкерлері жылқы малының иесін тапқан. Ол Қазақстан Республикасы әкімшілігінің құқық бұзу кодексінің 408 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Тәртіп сақшылары күре жолда жол қозғалысы ережелерін сақтау қажет екендігін тағы еске салады.